апталық влогыма қош келдіңіздер. Бірақ бұл апталық влог әр күн сайын бір күннен шығып тұрады. Сіздерге осындай форматтағы видео ұнайды деген ойдамын. Ұнаса лайк басыңыздар. Қазір 6:30, мектепке дайындалайын деп жатырмын. 2-тоқсанның 1-ші күні уже демалыстан шықтық. Сіздерге бір факт айтайын ба, бізде мектепте әр аптаның басында әнұран айтады. 1-ші тоқсан бойы солай әр аптаның басы әнұран айтты. Мен оларға вообще шыққан жоқпын. Үлгірмей қалып, мектепке оны айту үшін мектепке 20-25 минут ерте келу керек. Ал бірақ мен деген тек қана 10 минут қалғанда келем. Сондықтан да әнұран айтуға үлгермейтін бүгін ерте барып, сол әнұранға өзім қатысайын деп жатырмын. Себебі даже біздің класстың тұратын орнын да білмеймін. Итак, 1-тоқсан қатыспай шықтым. Хотя бы 2-тоқсанның басына қатысайын деп өзіме сондай план қойдым. Мына қара әнұранға үлгермедім. Ұқсамайды бірақ. Жоқ, мен баяғыдан жазасын көргенмін ғой, содан кейін одан кейін тамақ жұмысын. Қазір медикқа келдік. Айна шауып тұр. Сәлем. Мен өзім есімді өлшеуге келдім. Бай. Строп бана беткен. Әсірсімеш. Пришли пожрать. Мен апай тек қана науармани басқа адам жоқ па? Біз обратно мектепке қарадық. Нағыз деген. Медик жауық екен. Нағыз всегда ауратта жүреді. Мектепке шықпаймыз. Сабақта сұрамайсың ба? Сұрамын ғой, кетті соң. Бәрі де жібермейді. Мені күтіп, қарсылап алып, енді үйге, чтобы мен оған тамақ беруші шығып барады. Ай, сетеуза. Жаным, сен далаға қалып қойма, сен үйге күрмеген жоқ па? Мен жоқ болсам, алып қуатын сақсың ба? Мен қарайды жоқ. Ай, стар шаш. Өзің ашмай қарсылап алдың ғой, мен сәйіз ашылдырейін ба? Мен деген өздеріңіз көріп тұрғандай уже үйге келдім. Бана сіздерге айтқандай мен әнұран айтам, әнұранға үлгерем, сол үшін ерте шығып кетем деген едім. Сонда мен әнұранға үлгерген жоқпын, себебі остановкада көп адам болды. Автобус тоқтаған кезде тек қана жартысымызды алып кетті, потому что сыймай қалдық. Соңында да сап-сақын болып, үсіп әрем тұрдық. Сосын екінші автобусқа міндік, но ода уже әнұран айтып кеткен екен, ода ладно, келесі понедельник айтам деген ойдам. Бүгін деген дала слишком суық болды. Сондықтан да қазір деген биге баратын кезде мен уже зимний куртка киіп кетем. Дала күз ба, күз емес па екен қарамай. Зимний куртка киіп кетем. Қалың киініп жүріңіздер, атам дала салқын слишком. Қазір деген мен тамақ ішем, потом биге кетем. Бүгін күн 2-тоқсанның 1-ші күні. Я уже устала мектеп деген нәрседен. Мен остановкаға тұрмын. Қап-қалын ұзын куртка киіп шықтым. Басында екеуміз танысқан кезде мен деген Милана өзінше қыз деп ойладым. Мен де өзіңді өзінше деп ойладың ба? Иә. Кішкене де одан кейін как-то общаться етіп кеттік. Енді бүткіл нәрсеге бірге барамыз. Биге, ағылшынға, безде біргеміз. Кім ойлағанда екеуміз осылай жүреміз деп.
деген супермаркет алмай жүр. Су ішкісі келмейді, су ішкісі келеді вообще. Неге су ішкісі келмейді, су ішкісі келмейді, күтші. Точно аяғың ауырып тұр ма? Бізде треккаға оралтын сөзік. Подожди. Она чуть не умерла. Мен деген осымен бүгінгі күннің видеосын аяқтайын деп жатырмын. Сіздерге осындай форматтағы видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды және де тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы күннің влогтарын күтіңіздер. Бәріңе қайырлы түн.